Бәріңе сәлем достар, сіздермен Әзімхан Әбдібей. Және де бүгінгі видеода бізде екі оқушы 500 теңгеге күн көретін болады. Сол екі оқушыны шақырып көрсетіп кетейік сіздерге. Давай, Нурик, бірінші оқушы Нурик. Сәлем! Ол 3-ші сынып оқиды, не болады? Нурик 3-ші сынып оқиды, ол оқушы болып табылады. Енді екінші қонақта бізде жаңадан келген актер Алихан Мырза. Алихан Мырза. Алихан Әбдібей. Ол да оқушы, 3-ші сынып бітірді. 3-ші сынып бітірген. Ол да оқушы, бүгінгі видеода ол 500 теңге күн көретін болады. Ал құттықтаймын енді актер. Достар, бүгінгі видеода ол екеуі, осы екі оқушы 500 теңге күн көретін болады. Күн көрмейтін 500 теңге тамақтар алатын болады. Сол 500 теңге тамақтар алады да, қайсы сол екі оқушының қайсысы жақсы тамақтар алады, былай қайсысы көп тамақ алады, соның бәрін тексереміз. Кім жақсы таңдайтын, тамақты қалай таңдайтын бәрін тексеретін боламыз. Жалпы. Достар, мен каналдың аналитикасын қарадым. Оказывается, 80%-ның көбі каналға жазылмай қарайды екен, 20%-ның азы каналға жазылып қарайды екен. Достар, колокольчикті басып, подписаться дегенді басып кетейік, а то мен жылаймын. Достар, егер де Нурикті жыламаған қаласаңыздар, онда каналға тіркеліп колокольчикті басыңыздар. Сіздер үшін 1 секунд, ал біз үшін өте үлкен бақыт болып саналады. Ал міне достар, міне біздің екі оқушымыз каждыйына 500 теңгеден берем. Мен саған 500 теңге, саған 500 теңге. Білмеймін кім ұтатын. Сен не деп ойлайсың? Алихан, құрметті қонағымыз. Мен ойлаймын, Нұрланбек ұтатын бұл. Кішкентай бала, бір бала, жақсы. Нурик, сен енді бірінші алатын боласың. Мороженое? Самый арзанғайды. Самый. Бір снежок аласың. Бір снежок алды, да? Снежок алды. Так, сосын жейтін не алуға болады деп ойлайсың? Нан алуға болады. Нан? Нан соғар. Достар, көріп тұрсыздар, нан соғар, нан жейді. Дұрыс. 500 теңгені әкеліп ұстап тұрайын. Ох, мына жерде күшті булочкалар бар. Маған не айтасың? Сен аласың. Так, нан алуға болады да, бір нан аласың ба? Свежий нан ал. Оппа, бірнесі тауып алдың да? Ролтым да, чөп. Атып алуға болады да бір. Бигбон емес, ролтым. Бигбон? Өзің білсің, 500 теңге бар әлі. Ладно, бигбон ал. Бір бигбон аласың ба? Өзі құрып. Наушы. 70 теңге. Осыны аласың ба? Осыны алам. 70 теңгеге мынаны аласың ба? Достар, не алуға болады, не алуға болады? Шетін бір несі алып шетін. Агуша. Теңге тұрады. О. 60 теңге пластиканы ал. Білмеймін енді. Еще 30 деп тұр ма? 125 тұрады. 120. Так, 13 теңге. 120 тұрады. Ну ма? Ондай алайын ба? Өзің біл? Осындай аласың. Ойлан, осыны аласың ба? 20-ға тұрады. Біреуі? 80 тұрады еуі. Арзандау. Осы? Болды ма? Татыр. Оларын біреуін ал. Давай. Короче, мен қарауым. Енді екінші оқушымыз сен не алғың келеді? Қай жерден алғың келеді? Қай дүкеннен? Может, мини-маркет ана жақта? Или дүкендер бар нормально? Дүкен. Дүкен? Алихан, давай, дүкенге барады. Дүкен. Там. Мүмкін келе жылдам. Болды ма? Осы жерден тек ролтын алдың ба? Шетін не аласың? Страту. Сұраш не ішсеңген? Не ішіңге тұрады? Так, Алиханда достар 130 теңге қалды. Қазір не алатын білмей отыр да. Нурик қызап нан алуға болады. Вообще там, мне кажется, Нұрланбек жақсы алған сияқты примерно. Сен что-то асығып алдың ба? Саған мини-маркетке барып алу керек еді.
Так, Алихан. Біз кетіп жатыр. Бұның бөлек сен 60 теңге нан аласың да. 65 банан. 10 теңге қалды сенде. 2 сағыз ал. До свидания. Короче, мне достар мынау Нуриктің алған заттары. Чекті көрсейші, чек. Мне достар чекті қарағыларыңыз келсе, паузаға басып қарап алыңыздар. Мне бәрі әділ. Сосын сағыз ал, 485 теңге. Осын 5 сағыз ал. Мне, короче, мынандай заттар ал. Мен біреуден жатыр. Мынау Алихан қонағымыздың, құрметті қонағымыздың алған заттары. Сок алды, мынау қымбат сок. Мына соктың орнына басқа зат алу керек болады. 2 ролтон, пан, сосын мынандай несін коржик алып. Ну, нормально. Бірақ ода чек жоқ, потому что ол мини-маркеттен сатып алған жоқ, ол дүкеннен алып. Әшейін. Так что чек жоқ. Енді ұтқан адамдарды өздеріңіз қараңыздар, кім ұтты екенін, кім ұтқанын голосовать етіңіздер, кім ұтқанын сояқтан білуге болады. Ал достар, ендеше осындай видео шықты, сіздерге ұнатты деп ойдамыз. Екі оқушымыз өздерінің тамақтарын алды. Видео тезірек шығу үшін сіздер каналға тіркеліп кету керексіздер. 22 000 подписчик болған кезде жаңа видео шығады. Или примерно 5 000 лайк жинаңыздар, сонда жақын арада видео шығатын болады. Бәрі де сіздердің қолдарыңызда. Сондықтан да давайте достар каналға тіркеліп лайктарыңызды басыңдар. Достар, бәріне пока.